Саламатсыздар ма, білім алушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы арнайы мектептегі сабақты ұйымдастыру ерекшеліктері. Жоспар бойынша ерекше білім берілу қажеттілігі бар балаларды оқытудың тұғырлары және оқу бағдарламаларын қысқартуды орындауға, жеке оқу бағдарламаларын жасауға ұсыныстарға тоқталатын боламыз. Қазақстанның білім беру саясатының негізгі қағидаттарының бірі қазіргі уақытта барлығы үшін білім беруді қамтамасыз ету. Өмір сүру деңгейін жақсарту үшін сапалы білім берудің бірінші дәрежелі шарты ретінде ықпалды рөлін сезінуде Қазақстанның білім беру саласындағы мемлекеттік саясатының векторы бүгінгі таңда сапалы дамуы мен халқының барлық топтарының білім алуын қамтамасыз етуге бағытталған. Білім беруді жетілдіру процесі бұл үздіксіз процесс. Дегенмен республиканың экономикасы және әлеуметтік дамуына байланысты болғандықтан өзіндік дами алмайды. Үкіметтің адамзаттық қоғамның және бизнес құрылымының күш-жігерін жұмылдыруда, білім беруде ерте жастан бастап ұлттық басылымдықтардың біріне айналуына дәйекті түрде қамтамасыз етудің саяси еркін білдіру талап етіледі. Қазақстан халықаралық және ұлттық заңнама нормаларына сәйкес барлық балалар үшін білім алу құқығына кепілдік берді. Балалардың білім алу құқығы бірқатар заңнамалық құжаттарда бекітілген, яғни Қазақстан Республикасының Конституция, білім туралы заңында, кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық педагогикалық түзету арқылы қолдау Қазақстан Республикасының заңында, халықтың көші-қон туралы Қазақстан Республикасының заңында қарастырылады. Сондықтан Қазақстанның білім беру жүйесі жоғары білікті, бәсекеге қабілетті, позитивті, коммуникативті, логикалық ойлау қабілетіне ие, шығармашылық тұлғаны қалыптастыруға, рухани байлықты, моральдық әдептілік пен толеранттылықты үйлестіруге бағытталған. Қоғамдық қатынастарды гуманизациялау кезегінде ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар білім алушының ерекше білім алу қажеттілігі бар жоғары сапалы білім алу құқығын қабылдау мен жүзеге асырусыз мүмкін еместігін көрсетеді. Кеңейтілген білім беру кеңістігінде ерекше білім алу қажеттілігі бар бала дамытушы тұлға ретінде білім алу құқығын жүзеге асыруды қамтамасыз етуде. Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың маңызды міндеттерінің бірі ретінде қарастырылады. Бұл ретте білім беруді теңдік идеяларының қалыптасуы мен дамуындағы маңызды орын стратегиялық сипатқа ие білім берудің барлық жүйесін қозғайтын инклюзивті білім берудің қалыптасқан жүйесі болып табылады. Сондай-ақ білім беру идеологиясының ізгілендіру жағына қарай өзгеруін болжайды. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін дамытуда инклюзия қоғам ұстанымына ерекше өзге адамдарға өзгеретін, өз құрдастары арасында сапалы білім алу мүмкіндігін кеңейтетін, байыту ресурстары мен құрметпен қарауға, сан алуандылықты қабылдауға сенетін заңды кезең болып табылады. Инклюзивті білім берудің ерекшелігі әрбір адамды оқыту процесінде жеке тәсілдермен қажет ететін білім берудің түрлі формаларын, әдістерін, технологияларын қолдануда икемділікті талап ететін өзіндік қажеттіліктері мен қызығушылықтары бар, қайталанбайтын тұлғалық ерекшелігі бар бірегей адам болып табылады. Қазіргі уақытта инклюзивті білім беруді түсіну қажеттілігі қолдау мен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Бұны Малафеев, Сүлейменова, Назарова, Корбина, Мапкебаева, Денисова, Байтұрсыновтардың еңбегінен, тағы басқаларының еңбегінен көре аламыз. Әлеуметтік қауымдастықтың ерекше қажеттілігі бар адамдарға қарым-қатынастың өзгеруі, оларды оқыту мен тәрбиелеу, әлеуметтендіру және кәсіби даярлау мүмкіндіктерінде арнайы білім беру идеяларының қалыптасуы мен дамуының негізгі принциптерінде әлеуметтік трансформация жатыр.
өткен ғасырдың 80-ші жылдарының соңында ерекше білім алуды қажет ететін балаларға қатысты көзқарастардың өзгеруіне ықпал ететін бірқатар халықаралық құжаттардың қабылдануымен сипатталады. 1989 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы бала құқықтары туралы конвенцияның 193 конвенциясына 193 қол қойып бірауыздан қабылдады. Конвенцияның 24-ші бабында білім беру құқығын жүзеге асыру үшін қатысушы мемлекеттер барлық деңгейлеріндегі инклюзивті білім беруді және өмір бойы оқытуды қамтамасыз етуге міндетті деген болатын. 1994 жылы Саламанка қаласында, яғни Испанияның Саламанка қаласында ЮНЕСКО қамқорлығымен ерекше қажеттілігі бар тұлғаларға арналған дүниежүзілік конференция өткізілді. Онда инклюзия термині енгізілді және арнайы білім беру принципі жарияланды. Арнайы білім беру білім алушылардың тек қана оқу-тәрбие процесіндегі мүгедектігі бар балалардың және жасөспірімдердің белсенді қатысуын, сонымен қатар бүкіл білім беру жүйесінің барлық салаларының білім алу қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қайта құрылымдауын қамтамасыз етті. Қорыта келе, арнайы білім беру мүгедектігі бар балалар мен ерекше білім берілуінің қажеттілігі бар балаларға қатысты кемсітушіліктің алдын алуға көмектеседі. Олардың өз қоғамдастықтары мен жалпы қоғамның тең құқылы мүшесі болу құқын қолдайды. Оқудағы түрлі қажеттіліктері бар индивидуумдарға, балаларға бағытталған және барлық балалар бар екенін білдіретін әдіснама арқылы инклюзивті білім беруді жүзеге асырады. Арнайы білім беру әртүрлі білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған педагогикалық жүйені неғұрлым икемді етуге мүмкіндік беретін оқыту нысандары мен әдістерін жүзеге асыруды көздейді. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.